Сәлем достар, бүгін сіздерге менің жолдасымның ең сүйікті тортына айналған торттың бірі Наполеон торттың рецептін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге 400 грамм сары май қажет болады. Сары майымыз бөлме температурасында болғаны жақсы. Сосын оны ұнымызға салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз, яғни крошка жасап алатын боламыз. Сосын ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып саламыз, оның үстіне бір шай қасықпен сұйық май құятын боламыз. Сосын біз уксусымызды дайындайтын боламыз. Менде уксус 70% уксус, ал бізге керегі 6 және 9%. Енді мен 70% уксусты кішкене ғана сумен араластырып қосатын боламын. Жаңағы біздің жұмыртқамызбен сұйық майымызды қосқан ыдысымызға барлығын бірге араластырып алатын боламыз. Сосын оның үстіне шым-шым тұз саламыз. Оның үстіне біз салқын суымызды құямыз. Суымыз міндетті түрде салқын болу қажет. Сіздер тоңазытқышқа салып қойсаңыздар да болады. Енді барлығын жақсылап араластырып, жаңағы біздің ұнымызға үстіне құйып, қамырымызды біріктіретін боламыз. Біздің қамырларымыздың елеу қажеті жоқ, жай ғана бір-бірімен бірігіп тұрса болды. Міне біздің қамырымыз дайын, осылай бір-біріне бірігіп, қатты елеудің қажеті жоқ. Сосын қамырымызды салфанға салып, тоңазытқышта 5-6 сағаттай, одан да көп 8-10 сағаттай ұстасаңыздар болады. Ал енді біз кремді дайындаймыз. Кремімізге жарылған бір жұмыртқаны саламыз. Сосын қантты салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын салмамызға ұнымызды азыздан сала отырып, крем жасайтын боламыз. Біздің қамырымызды тез-тез араластыру қажет, әйтпесе біздің түйіршіктер пайда болып қалуы мүмкін. Сосын астын өте баяу отта бір араластырып отырып, бір 15 минут, 10 минутта креміміз дайын болады. Сосын кремімізге біз сары майымызды салып, онда жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын кремнің үстіне мен ең соңында қоюлатылған сүтімді құятын боламын, яғни сгущенканы. Сгущенканың жасалу рецепті қолдан жасалынған, оның рецепті менің каналымда бар. Міне достар, біздің креміміз сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен кремді жасаңыздар. Ал енді біз кремнің бетін салафанмен жауып, бөлме температурасында толықтай суытатын боламыз. Оған дейін біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымыз тоңазытқыштан шығарып, оны бөліктерге бөлетін боламыз. Қамырды бөлікке бөлу үшін дәл солай нан қамырымызды бірінші оқтаумен жайып аламыз. Сосын оны видеода көрсетілгендей орайтын боламыз. Сосын барып, оны қамырларымызды кесетін боламыз. Осылай жасасаңыздар, қамырларымыз дөп-дөңгелек әп-әдемі болып бөлінетін болады. Ал енді достар, біз қамырымызды жаюға кірісеміз. Біз қамырды біреулеп жайып аламыз. Қалған қамырды мұздай болып тұру үшін, салқын болып тұру үшін біз салфанға қайта салып, оны тоңазытқышқа салып қоямыз. Жаятын кезімізде тоңазытқыштан біреулеп алып жайып аламыз. Міне қамырды жайып алдым. Енді оны мен противенге қойып пісіріп алатын боламын. Міндетті түрде бетін вилкамен, шанышқымен басып шығу қажет.
әйтпесе біздің қамырымыз көтеріліп, үсті көтеріліп кететін болады. Сосын мен қамырды формасын алып кесіп аламын. Осылай медиа формаға дөңгелекше етіп кесіп алатын боламын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген көлемде осылай кесіп дайындап алсаңыздар болады. Сосын қамырды 180 градуста тез піседі, өте тез піседі. 5-10 минуттай пісіріп алатын боламыз. Біздің пешіміз қыздырып тұру қажет. Міне достар, біз барлық қорждарымызды осылай пісіріп алдық. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте қытырлақ болып тұр. Жан-жағын біз әсемдеуге пайдаланатын боламыз. Ал енді біз осымен тортымызды жинаймыз. Мен тортымды осындай торт жинайтын кольцоны пайдаланатын боламын. Егер сіздерде болмаса, жай ғана осылай жинай берсеңіздер болады. Тортты жинайтын кезде осылай коржды құямыз. Астына мен кремді корждарымыз былай жылжып кетпеу үшін жағып қойдым. Осылай коржды қоямыз, сосын кремді жағамыз. Кремді көп-көптен әдемі алып жақсаңыздар, өте дәмді болады. Креміміз корждарымызға сіңіп тұратын болады. Ендігі кезекте біз жанындағы корждарынан біз бетін әсемдеу үшін пайдаланамыз. Оны біз қатты үгітпей, үлкен көлемде етіп үгітіп алатын боламыз. Енді формадан біз тортымызды шығарамыз да, жаңағы бетін әсемдеу үшін алдымен жанына, сосын үстіне қарай сүйіп шығатын боламыз. Міне біздің Наполеон тортымыз дайын. Өте дәмді, әрі жұмсақ, әрі нәзік, қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.